Мен сенген жоқпын ше. Айса өзен звондады, өйстіп сізге үй беріп жатыр, барып көрсеңіз болады. Содан то жаяу келдім вокзалдан. Кілтті алып, ертесіне күйеуім шынымен келді, сенбейді. Сөйтіп батарейлерді бір тексердік, суларын қойып, жылытып. Ертесіне сразу көшіп алдық бірден, кешкісін ештемеге қарамастан. Шүкір жақсы енді қазір, уже 3 жыл болды қыстағанымызға. Жақсы, үй жылы, бала шағамыз кең, өздері ойнайды. Үлкен рахмет айтамыз Болат ағайға. Осы 2021-де үй алған кезде осы аяғым ауыр болды. Осы үйді алып берген Болат ағамыздың есіміне не істеп болады деп қойдық. 199 мектепте тұрдық, сол жерде өстік, өндік. Жаман болған жоқпыз. Бала шағамыздың бәрі сол жақта өсті, өнді, оқыды. Бірақ мынандай авариялық жағдаймен байланысты біз осы жақта болса бізге үй берді. Қазір біздің тұрып жатқанымызға 3 жылдай болды, 3 жылдан өтіп барады. Барлығы жақсы, Аллаға мың шүкір. Бұл үйді сатып алып берген адамға да көп алғысымызды айтамыз. Алла денсаулық берсін, ұзақ ғұмыр берсін. Мен Арал аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің сектор меңгерушісі болып жұмыс жасаймын. Ат жөнім Шүкір Болат Ахметұлы. Бала мекен жобасы аясында Болат Өтемұратов қорынан Арал қаласынан 40 пәтер салынды. 40 пәтердің 12-сі жетім балалар және ата-анасын қамқорлықсыз қалған балаларға берілді. 14-і жалғыз тұрғын үй авариялық деп танылған санаттағыларға берілді. 6 көп балалы отбасыға және халықтың әлеумет жағынан әлсіз топтарына, оның ішіне мүгедектер кіреді. Мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар, толық емес отбасылар. Болат ағамызға алғысымызды айтамыз. Болат ағамыз жалғыз бұл үйлер емес, бұдан да бөлек пандемияның кезінде жем шөп жағынан көмектесті. Ауыл шаруашылық техникаларын сатып алып беріп жатыр. Қор арқылы жүргізіліп жатқан қайырымдылық игі істеріңізге сәттілік тілеймін.